Қазір жақын досы да Болаттың қасынан шықпайтын болды. Өзіне бір нәрсе істеп қоймасын деп. Өзімен өзі әуре болып жүрген бұл сүйіктісі айғанымнан да бас тартты. Көңілі бірден суысын деп, менің махаббатым жай алдамшы екен. Сені ұнатпай қалдым дейді. Өзінің жағдайын біліп, қыз да қиналмасын дегені ғой. Уақыт бір орнында тұра ма? Уақыт өте берді. Болат мешітке әлі барғыштап жүр. Намазға жығылсам деген ниеті бар. Бірақ бір нәрсе кедергі болады да тұрады. Қанша өзін жеңуге тырысса да, еш болмайды. Күдері үзілген Болат мешітке баруды да қойды. Қазір тіпті адам танымастай өзгерді. Өзімен өзі гүбірлеп, сөйлеп, күлетінді, кейде жылайтынды да шығарды. Неге күліп отырсың десе, жай деп қысқа ғана жауап қайтаратын. Жынды адамдарша өзіне есеп бере алмайтындай болды. Байғұс бала әбден қиналды. Үйдегі екі қарындасы ағаларын алыстан көрсе қорқатын болды. Әп-әдемі баладан құбыжыққа айналғандай болды. Не көзінің жанары жоқ, әйтеуір жүрген біреу. Баяғы жұмыс жасап, отбасымды түзеймін деген арманның біреуі де жоқ. Тек өзімен әуре болып жүргенде жылда өте шықты. Қазір бәрі үйренген, ешкімнің бұда жұмысы жоқ. Ішіне жын кірген жынды ғой десе де қояды. Бүгін таңертеңгісін көңілді оянды. Басына жақсы көретін кепкасын киіп алды да, шайын ішіп, қарындастарына досына барып келетін айтып үйден шығып кетті. Ең бірінші жақын досына барды. Әжептәуір бұрынғы өткен кеткенді әңгіме етті. Бұрынғы Болатты көргендей досы да қуанып тұр. Жазылып қалыпсың дейді. Біраз әңгімеден кейін мен үйге қайтайын. Екеуміздің достығымыз мәңгі ғой. Мына кепка сенде қалсын дейді де, басындағы кепкасын досына кигізіп кетеді. Болаттың жағдайы жақсарғанына қуанып тұрған досы ештеңені де аңғармады. Денсаулығы түзеліпті деп артынан мәз болып қарап тұр. Ары қарай басқа да достарына, сыныптастарына барып шығады. Кешкісін анасы жұмыстан келе сала Болатты сұрайды. Қыздар ағаларының әлі келмегенін айтады. Ол бала қайда жүр екен? Азанда кетіп еді, қазір кеш болып кетті ғой. Десе бір топ мешіттің имамы бастаған ауыл адамдары кіріп келеді. Жүрегі су ете қалады. Не боп қалды деген сұраулы жүзбен. Құдай өз панасына алсын, Болатты дегенде анасы талып қалады. Біресе есін жиып, біресе талып, анасы баласының айрылғанына сенер емес. Қалай болды? Неге тастап кетті мына мені? Мына әлемді деп ананың жан айқайы шығады. Аталатсаң да, боталатпа деген осы екен ғой. Ауыл адамдары Болатты жардан секіріп кетіпті дегенде өз-өзіне сенбеді. Бәрібір ішіндегі жеңіп, соның айтқанын жасаған екен-ау. Бәрін білгендей достарымен де барып қоштасып кеткенін айтсаңшы. Қанша ішіндегі дыбыспен жылдап арпалысқанымен шамасы жетпеді. Сол бір дыбыстан жеңілді. Міне, қаршадай Болаттың өмірі тым қысқа әрі ауыр болды. Кішкентайынан жоқшылықта өсіп, болашаққа қойған арманы орындалмаған күйі бәрін тастап, әкесінің артынан кете барды.